Әнші Қарақат Әбілдина туған күнін ерекше қарсы алды. Қарақат Әбілдина биыл 45 жасқа толды. Қош келдің жаңа жасым. Биыл да қасиетті ораза айына тұспа-тұс келген туған күнім отбасы, бала шаға, тосын сыймен басталды. Әр жылым былай тұрсын, әр күн, әр сәтімнен жақсылық көретін кез. Кейін көңіл берген Аллам бір әйелге керек бақтың бәрін нәсіп етті. Жаратқаныма шүкір, тәубә. Ендігі арман тілек тек дәулеттен жақсы келін түсіріп, отбасым үлкен ордалы елге айналса. Қолдаушым, қорғаным, жан-жарыма, өмір берген ата-анама, қаумалаған туған туыс бауырларыма, ақ жарқын достарыма мың рахмет. Қазақтың қарақаты деп құрмет зет көрсеткен көрермен, тыңдарманға мың алғыс. Барлықтарыңыздың тілектеріңізді оқып, толқып та отырмын. Алла риза болсын. Қыздың жасын сұрамайды, қыздың жасын 18 деп ағынан жарылған Қарақат Әбілдина туған күнін ерекше қарсы алды. Той дегенде қу басты домалайды демекші, кешегі күніміз аяқ асты ұлан асыр тойға ұласып кетті. Биылғы туған күн тойлауды ойламаған. Алып жатқан медресеге ауызашарға атағанымызды аударып қойып отырамыз деп шешіп едік, Алла қабыл етсін. Бірақ Қыдекем той ұйымдастырып, одан достарым қауым алып, бірі сонау Стамбулдан, бірі Алматы, Шымкент, Қарағанды, Теміртаудан айналасы 50 шақты адам сау өтіп кіріп келгенде барлығын қалай сыйғызам, ыдысты қалай жеткізем деп әбігер болғаным да рас. Ниетімізге қарай бәрі жетті. Жүрегі лүпілдеп, қайтсем қуантам, ерекше етіп құттықтаймын деген Қыдекемнің жүрегіне риза болдым. Олдарын жанына жинап, патша көңілін әнмен жеткізді, жүрегімді бақытқа толтырды. Қыдекем өзі не жасаса да ерекше ойлап, ерекше жасайтын азамат қой. Осылай маңдайым жарқырап жүруім алдымнан Алланың, одан соң азаматымның аялап алақанына сала білгенін деп білем. Қаршадай кезімен қолымнан ұстап, үлкен сахнаға қадам бастырғанда өзі қамқорым, қорғаным болып арқа сүйер асқар тауым бола білді. Анамның ақ жолын жалғадың сен деген жерінен жүрегім тоғылап, көзіме жас келген жасыра алмадым. Ол өзі де дуэтке арналған ән еді. Бір күнде сөзін анаға арнап өзгертіп, мені қуантуға асыққан жүректерінің лүпілінен айналдым алтындарым.